Ау, Азиз. Қалай аққұм? Сен Шымкент деген жоқсың ба? Ой, ё-майо. Ей, точно осы ауыл ма дегір? Білмеймін ғой, мәке. Азиз айтты ғой, осы аққұм деген осы ауыл деді ғой. Аққұм болса, құмы ақ болу керек қой, мынаның құмын қарсы қап-қара ғой, точно осы ауыл ма дегір? Білмеймін ғой, мәке. Азиз айтты деп тұрмын ғой енді. Бірдеңе іздеп жатсыз ба? Жоғалттыңыз ба бірдеңе? Азиз қайда? Азиз, білмеймін, бағана автобустың артында ұйықтап отырған ол. Ё-майо. Автобус ұйықтап қалды ма енді? Білмеймін ғой, сондай болып тұр ғой. Енді Азизсіз қалай іздейміз? Жындысың ба, жүрген такси ұстайық. Автобусқа жетіп алайық, басын істемей қалды ма? Ойламайсың ба, оятпайсың ба адамды? Оятқанда, Азиз, өзі келет шығар, негізі өзі келе алады ғой, үлкен жігіт қой. Ойланып қалдым. Өзі жігіт қой үлкен. Өзі келе алатын шығар. Ақпен неге қатты бізге шауып келеді? Неге шауып келеді? Екі мың жетілер ғана, өзің сөйлесет жассың ғой, сөйлесе өзің, Ассалаумалейкум жігіттер. Уалейкум ассалам. Алматыда келген құдалар сіздер ма? Біз ғой, біз ғой деп қой. Біз ғой Алматыда келіп тұрған құдаларымыз ғой біз. Біз сіздерді бағадан бері іздеп таппай жүрік қой, ауылда айналып. Біз сіздерді іздеп жүрік қой, бағана бері. Кеп қалдық қой. Келдік қой, бірақ, Тоңып қалған шығарсыздар, жүріңіздер үйге, артымыздан еріңіздер. Болды, арттарыңыз сіздер жүріңіздер, арттарыңыз ереміз ғой біз, Барып, тегін тамақ шалмаймыз, Құда деп қойып, білдіріп қоймай қазір, құда деп отыра бер. Азиз өзі келетін жер, бірақ, келеді ғой, сіз үлкен жігіт қой. Ассалаумалейкум, құда. Кел, төлет, құда. Болды. Міне, дастархан. Төлетіңдер. Кел, отырайын. Нәқатса. Құдеке, есімдеріңіз кім болды? Таныса отырайық. Танысып қойық, менің есімім Мақсат болады. Тағы құдаларыңыздың есімі Саян болады. Мына біздің есіміміз Жанболат, Басқода. Қуаныштың. Ағасы, Нұрғиса, Әулет. Күйеу балдарыңыз Димаш деген жігіт болады. Мынау күйеу балдарыңыз негізі жақсы жігіт. Сіздерде қыз бар дегендей, енді мынау сүйіп қосылып, осындай қадамға барып отыр. Сіздерден бір кешірім болса, Құдеке. Біз кешіремге кеппіз ғой. Қойш. Болды ғой, кешіреміз ғой. Кешіремге қақалғамыз. Кешіремді ұрып қадам деген негізі. Жоқ, кешірмеймін мен. Жынсың ба? Ауылдың екі мүшеліктері өтіріп қойды, сен білесің ба? Кешіріп қойып, кешіреміз ғой. Қарындасымызды жақсы көреміз ғой, кешіреміз. Күйеу балдарымызды жақсы екен, атпен жақсы шабады екен. Рахмет кешіргендеріңізге. Сіздердің қарындастарыңыз қорқытып қойды бізді. Мінезі қатал, мінезі ауыр деп, кешірмейді-ау деп. Негізі қаталмын ғой. Негізі қаталмын, просто қарындасым болғаннан кейін, жалғыз қарындасым ғой енді. Жалғыз шығар, жалғыз қарындасым ғой. Просто кешіріп жатырмын, айтпесе жақсы ғой бәрі. Қалай, тамақ дәмді болып па? Тамақ зор болған, бірақ тамақ прям дәмді болғанда, бірақ тұзы кішкене көп екенде, а так нормально. Сол тамақ жеген тамағын желкеңнен шығарып, осы жерде аяқ қолың сындырып, осы жерде екеуің тірі қайтпайсыңдар. Брат, мен саған бір Александр Пушкиннің бір детский өлеңін оқып берейін ба? Когда дают, бери, когда бьют, беги. Даже как же мим. Старый роман
Kızlara mangızda çıkıncamayın Altında bulmaz rincimeyin Onun bulsam tasa denci kancamayın Naša biraz даже kancamayın Kızlara mangızda çıkıncamayın Altında bulmaz rincimeyin Onun bulsam tasa denci Сендер не қаштыңдар? Білмеймін ба? Бізді қуып бара жатыр екен деп қашып жатқанбыз ғой. Жоқ ей, аналардан қашып бара жатқан ғой мен. Осы түсіңдер ма? Жоқ. Өзің? Мен де уақыт емеспін, Алматыдан келген ба? Не болды? Жоқ балалар кетті ма? Кетті ғой. Ё-ма, өкпе өшіп қалды, Өшті. болды, тамақ ішіп алдық. Аналардан құтылдық. Енді ана Әліш пен Мәулен тауып алайық бірдеңе осы ауылда жүрсе. Олар қасыңызда отырған жоқ па екен? Кім? Әліш пен Мәулен?